Мына дүниеде өмірінде кіммен кездессең де, ол тегін кездескен жоқ адам. Сол адамнан бір пайдалы үлгі нәрсені үйреніп қалу керек. Мына жас кезінде бір 30 жылдай бұрын ба бір кісімен жолығып едім мен. Сапарлас болып, сол кісінің айтқан сөзі жиі есіме аламын. Сол кісі былай деп айтып еді. Қатты ұнады айтқан сөзі. Балам, сен кіммен сөйлессең де, оның нәпсісіне тиіспей сөйле. Оны өзінен жоғары санап сөйле. Сонда барлық жерде саған есік ашық болады. Барлық жерде сені сыйлайтын болады. Сен өйткені оны сыйлап тұрсың ғой. Біздің қазақ айтады, сыйлағанның құлы бол дейді. Өзіңді сыйлатудың бір-ақ жолы бар, осы жол дейді. Сен кейін ойланып жүрсің, расында да әр адамның нәпсісі бар ғой. Біз сөйлескен адамнан өзімізді жоғары санап тұрамыз, онымен тепе-тең, болмаса тепе-тең қылып, онан көбірек білетімізді білдіргіміз келіп тұрады. Яғни оның намысына, нәпсісіне тиіп сөйлейміз. Ол олай емес қой, ол былай ғой деген сияқты. Оған ақыл айтып, қалай сөйлесеңді, жұмсақ сөйлеп, оның нәпсісіне тиіспеу керек екен. Нәпсісіне тиіссең, оның намысы оянады. Ол іште бетің айтпаса, іште қарсылық пайда болады оған. Сенің пікіріне қарсы. Мына Алла Тағала адамның бәр мүшесіне сүйекпен жаратқан кезде, тілді сүйексіз неге жаратты? Жұмсақ қылып жаратты ғой. Ауыздан шыққан, сол тілден шыққан сөзімізде жұмсақ болуға тиіс, жылы болуға тиіс. Сонда біз бәрімен тіл табамыз. Өзіміз пікірі бөлек адаммен біз ұрысуға дайын тұрамыз ғой. Былай десе мен былай деймін деген сияқты. Шәкәрім атамыз өлеңіндегі сияқты. Дайын тұрамыз оған қарсылық көрсетуге. Жоқ, ол пікірімен қарама-қайшы болса да пікірің, онымен ұрысуға, дауласуға қажеті жоқ онымен. Даудан, өрттен қашқандай қаш деп ата-бабаларымыз үйреткен. Кез келген даудан, өйткені арты жаман болады. Өшігеді адам бір-біріне. Сондықтан дауласып, оның көңілін қалтырып, оны ренжітуге, қарым-қатынасты үзуге асықпау керек. Қайтсең де қарым-қатынасты сақтап қалуға тырысу керек. Сонда артынан қуанасың, ол адаммен қарым-қатынасты сақтап қалғанына. Ал бұрқ етіп, пышақ кескенде тарс етіп, төбеден өскенде дүңк өткізіп сөйлейтін болатын болсаң, өзінің көңілін қалтырсаң, ақыры жау болып қаласыңдар. Бірінші бұл дүниеде сыйластық екен ғой. Кім болса да сыйлау керек оны. Адам баласы Алланың құлы ол. Оның пікірін сыйлауымыз керек, көңілін қалтырмауымыз керек. Адамның көңіліне қарап сөйлеу ол иманнан деп тегін айтқан жоқ халқымыз. Көп нәрсе осы сөзден шығады. Сөз сөйлепсің, біреумен дос боласың, не сол сөзің арқылы біреумен жау боласың. Байқап сөйлеген дұрыс екен.